Құрметті оқырмандар, біздің елімізде 1 желтоқсан Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күні деп аталған. Осы атаулы күнге байланысты кітапханада ғасырдың керемет азаматы деп аталатын кітап көрмесі ұйымдастырылды. Сіздерді осы кітап көрмесімен қысқаша таныстырып өтпекпін. Назарбаевтай болғым келеді деп аталатын мына кітаптың авторы мәскеулік жазушы Николай Зенькович, қазақшаға аударған Қайдар Қасым. Бұл кітапта автор Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың балалық шағы туралы әңгімелейді. Президенттің балалық шағындағы қандай да бір жекелей оқиғаларды ала отырып, ол оқиғалардың елбасының дамуына, өсуіне, ұлы тұлға болып қалыптасуына қалай әсер еткені жайында айтады. Бұл кітап кіші және орта жастағы, мектеп жасындағы балаларға арналған суретті, ішінде елбасының, ата-анасының, достарының, алғашқы ұстаздарының суреттері бейнеленген. Казахстанский путь деп аталатын мына бір кітаптың авторы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Автор бұл кітапта Қазақстанның тәуелсіздік алғаннан кейінгі даму жолындағы тарихи маңызды оқиғалар туралы суреттейді. Кітап негізі 9 бөлімнен тұрады. Әрбір бөлімінде Қазақстанның тәуелсіздік алғаннан кейінгі шекарасының бекітілуі, төл теңгеміздің келуі, Астананың көшуі, алғашқы қазақтың космосқа ұшуы деген сияқты тарихи маңызды оқиғалар туралы айтып береді. Шепел мен Қасымбеков деп аталатын екі автордың бірігуімен жазылған мына бір кітап Первый президент Республики Казахстан Нұрсұлтан Назарбаев деп аталады. Бұл кітапта авторлар 1997 жылдың 1 шілдесінен бастап 2000 жылдың 1 қаңтарына дейінгі аралықтағы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың атқарған қызметтері туралы баяндайды. Бұл кітап негізі қалың көпшілікке арналған, одан басқа анықтамалық ретінде немесе оқу құралы ретінде де пайдалануға болады делінген. Тіл және қоғам деп аталатын альманах журналдың ішінде экономика ғылымдарының докторы, профессор, академик Мырзагелді Кемелдің президент деп аталатын ауқымды мақаласы жарияланған. Бұл мақалада автор Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өмірбаяны мен осы кезге дейінгі атқарған қызметтері туралы баяндай келе, ол туралы өз көзқарасын, тұжырымын айтады. Домбыраның дүбірлейтін дәуірі деп аталатын бір мақаланы журналист Айдана Шотбайқызы жазылған екен. Бұл Егемен Қазақстан газетінің 6 шілдедегі 2019 жылғы саны. Бұнда 2018 жылғы маусым айында Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ұлттық мәдениетті көтеру мақсатында шілденің алғашқы жексенбісін ұлттық домбыра күні деп атағаны туралы баяндайды. Егемен Қазақстан газетінің 2020 жылғы 12 қарашадағы мына бір санында бірлік пен келісімнің бірегей моделі деп аталатын мақала жарияланған екен. Бұнда елбасының өз негізін қалаған Қазақ Халқы Ассамблеясының 25 жылдығына орай кеңес өткізілгенін және ол кеңесте ассамблеяның істеген жұмыстары туралы талқыланғаны туралы айтылады. Аягөз жаңалықтары газетінің номер 43 10 қазан 2020 жылғына бір санында Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына арналған Абай аманаты деп аталатын мақаласы жарияланған. Бұл мақала Аягөз жаңалықтар газетінде ғана емес, республиканың барлық басылымдарынан көруге болады. Бұл мақалада Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Абай мұраларын, құндылықтарын туралы өз ойын білдіре келе, өз өмірінде, қызметінде осы Абай мұраларын басшылыққа алғанын және кез келген адам Абай мұраларын оқыса, ізденсе, түсінсе, өмірде адаспайтынын, дұрыс бағыт көрсететіні туралы айтады. Міне осы көрсетілген
газеттерді, журналдарды, кітаптарды кітапханадан келіп алуларыңызға болады.